Егете саяхат, қызықты ғаламат. Басталады сапарым, еріңдер достарым. Жасөспірім Марко Полоның хикаялары. Шөлдегі шахар. 16 бөлім. Оманнан шыққанымызға бірнеше күн болды. Енді аптап ыстықта Хадрамауттан өтіп барамыз. Бұл Йеменнің шығыс бөлігіндегі үлкен аймақ. Біз Шибамның патшасына Фазил атты жылқына баруымыз керек. Содан кейін Шиланың анасын іздестіруді жалғастырамыз. Мұна құмнан басқа ештеңе жоқ. Құм. Біз шөлдеміз, Луиджи. Басқа не күтіп едің? Мұхитта жүрсек қой шіркін. Ең болмаса салқын леп келіп тұратын еді. Қайырге жеткенде самал желесетін болады. Әрі, анамды да қайта көрем. Оған дейін мұна күннің ыстығына күйіп кетпесек болғаны. Рас айтам. Фазил келісіп тұр. Шибам патшасына сені қалдырып кететініміз қандай өкінішті. Сені сағынам ғой. Есесіне патша біздің Мысырға дейін жетуімізге көмектеседі. Меніңше олар да Шибамға бара жатыр ғой деймін. Әй! Жоқ. Онда ешкім жоқ. Ол сағым ғой. Не? Сағым ауаның төменгі қабатын күн сәулесі қыздырып, ұлғайтқанда пайда болады. Ауаның үстіндегі қабаттары салқын күйінде қалып, айна секілді төмендегі ыстық ауаны шағылыстырады. Бұл алыстағы заттарды үлкейтіп, тым жақында тұрған секілді көрсетеді, бірақ мұның бәрі оптикалық иллюзия. Ыстық бізді алдап сүрмекші. Мен еріп барам. Жоқ, бұл құлық емес. Мұнда неге пальма ағаштары жоқ? Онда пальма ағаштары мүлдем болмауы мүмкін, бірақ үйлер болуы мүмкін. Егер тағы да сағым болып шықпаса де. Жоқ, бұл жолы рас секілді. Шибамға жеттік ау дейін. Мұндай биік ғимараттарды мүлдем көрмеппін. Олар ыдыстарына тамақты үйіп салып береді деп үміттенем. Кеттік, сарайға жетіп алайық. Тау шатқалында кетіп бара жатқандаймыз. Көшеде кетіп бара жатқанымыз болмаса. Шатқал көше. Немесе көше шатқал. Ана жылғыға қараңдар. Мәссаған. Не деген керемет. Жұпар иісі аңқып тұр. Меніңше бізді аңдып тұр. Денем түршігіп кетті ғой. Бәлкім сарайға дейін басқа жолмен барармыз, а?
қуанышты екен. Мен шейх Әлханамын. Мыналар менің нөкерлерім. Сәлем. Сәлем, қалайсың? Қалайсың? Не жаңалық? Тыныш. Әдетте сендер түйеге мініп жүрмейсіңдер ме? Ол рас. Бірақ біз бәрін жоғалтып алдық. Көргенімізге қуаныштымыз. Кешірім өтінемін, бірақ сөйлесуге уақытымыз жоқ. Тұлпарларың өте керемет екен. Хамдани? Жоқ, оның аты Фазил. Хамдани тұқымының аты. Өте бағалы. Мұндай жылқыны тек патша тұқымдары ғана мінеді. Шила нағыз ханшайым. Ханшайым? Вау! Тамаша. Сізді көргенімізге қуаныштым. Аса мәртебелім. Жетер, бұл жылқыны ұрлап алғандарыңа сенімдімін. Жылқы ұрлағандар мұнда Шибамның өте терең, қараңғы үңгірлеріне тасталады. Сөздеріңе қарасам, онда көп тамақ бермейтін сияқты. Су және нан. О. Хамданиді маған бер. Фазил. Мұны патшаға апарып береміз. Есесіне бізге бірнеше түйе беретініне сенімдімін. Сарайға апаратын жолды білесіңдер ме? Соншалықты емес. Есесіне шөлге апаратын жолды білеміз. Олай болса, Фазилді патшаға өзіміз апарып береміз. Патша сендерді тұтқындайды. Олай ойламаймын. Фазил біздің жылқымыз екенін дәлелдей аламыз. Бізге... Ол қаруын алмақшы. Ұстаңдар! Ой, ей! Ой! Ұстаңдар оны! Жылқыны ұста! Оның аты Фазил. Қашып кетпесін олар! Шу жануар, барыңды салып шап. Жылқы қашып барады! Оның аты Фазил. Ұстаңдар! Ей! Ей! Олар мына жаққа кетті. Менің қарным ашып кетті. Меніңше олардан қашып құтылған сияқтымыз. Иә. Қашамын деп қарным ашты. Бірінші Фазилдің кезегі. Суда таусылыпты. Олар осы маңда болуы тиіс. Қап. Тез, жылқы ұрлаушылар бізді тауып алғанша сарайға жетіп алуымыз керек. Бірақ Фазил әбден шаршады. Ол сәл демалу керек. Ондай жағдайда зынданға түсеміз. Мұнда келіңдер. Кеттік, Фазил. Бірнеше қадам ғана. Тоқтаңдар. Олар өте жақын маңда. Аттың иісін сезіп тұрмын. Енді не істейміз? Вау! Ол жылқыға сыбырлап жатыр. Ол осы жерде болуы тиіс. Көмектескенің үшін рахмет. Оқасы жоқ. Менің есімім Басим. Бұл әкемнің қоймасы. Сәлем, мен Маркомын. Шила,
және Луиджи. Ал бұл Фуфу. Әкең мұнда не сақтайды? Әкем шаһардағы ғимараттардың құрылысына жауапты. Ол мұнда жабдықтарды сақтайды. Мұндағы ғимараттар өте биік. Бұған дейін айтқанымдай, адамдар өзінің қолынан келетінді істеу керек. Сенің әкең өте керемет құрылысшы екен. Қала өте ғажап көрінеді.